Баршаңызға сәлем. Бүгін Wednesday, яғни сәрсенбі деп аталатын сериалдың бірінші эпизодымен таныс боламыз. Егер белсенділік аттай жауып есектей тоңқып жатса, онда әрі қарай бұл сериалдың бірінші маусымын толықтай баяндап беруге әрекет жасайтын боламын. Сондықтан лайктарыңды аямай басып дайындала берсеңдер болады. Өйткені Казбойс сайрайды. Wednesday Адамс дейтін үстінен түс қашқан кейіпкер болады. Ол мектептің дәлізінде әр қадамын алға басқан сайын оқушылар біртүрлі қарап қастарына жуытқысы келмей, магнит өрісіндегі аттас зарядтар сияқты тебіліп жатқанын байқаймыз. Wednesday осының алдында 7 мектептен қуылып, жаман атты болғаны кесірінен барлық оқушылар бұған осылай бажырайып қарауы да соған себеп екен. Bir кезде Wednesday сөрені ашып қалады, ішінде інісі Паксли тығылып алма жеп отқандай көрініс оның көзін шалады. Сөйтсе, оны бір санасы жетілмеген байқұстар қолдарын байлап, тар ұяшыққа қамап біткен екен. Осы кезде Wednesdayдің көріпкелдігі қозып, бұзақылардың түрін біліп алады. Кейіпкер бұл қасиетін інісіне айтпауды жөн көреді. Кейіннен әлгі бұзақылар бассейнде жаттығу жұмыстарын жасап жатқан кезде, Wednesday келіп кегін алу мақсатында бір топ аш пираньяны суға босатады. Олар барып, мына далбойоптың ау арасын азаптап, болашақта осындай идиоттардың ұрпақ қалдырмауын қадағалайды. Бұл тірлігі үшін Wednesdayді қайтадан мектептен шығарып жібереді. Кейіннен Матиша және Гомес дейтін Адамстар отбасы қыздарын Nevermore академиясына тапсыруға жол тартады. Nevermore деген сырт келбеті тура Гарри Поттердағы Хогвартсқа ұқсайтын, бірақ маглдардың орнына қоғамнан қуылған готикалық жас құбыжықтар тәртібін реттейтін білім ордасы. Бұлай айтқанда кәмелетке толмаған қылмыскерлерді ұстайтын балалар колониясы. Адамстар отбасы жолда келе жатқанда, бір топ құс Wednesdayдің ықпалымен алдыңғы әйнекке кеп соқтығысып өліп жатады. Осы кезде Wednesdayдің бойында көріпкелдік пен жануарлардың санасын өзіне бағындыру мүмкіндігінің бар екенін түсінеміз. Bir кезде Wednesday Nevermoreға түскісі келмейтінін айтып, шешесіне ренішін ақтарады. Шешесі өз гынаңды өз басыңмен көтер дегендей жауап қатып, әлгі сүмелектің өлмей осыларға арыз жазып жібергенін айтады. Wednesday бұзақыны аяғанына өкініп, керісінше оны өлтіре салу керек еді деген оймен әрі қарай бедірейіп отыра береді. Осы кезде дәл қарама-қарсы жолақпен өтіп тоқтаған көліктен бір саяхатшы шығып, келген жерін белгілейді. Жүргізуші оған жақын жерде Nevermore'дың бар екенін білесің, артыңа оқиға іздемей тып-тыныш үйіңде отыра берсеш дегендей кеңесін береді. Саяхатшы оған құлақ аспай орман арасына барып жайғаса бергенде, бір сұмдық құбыжық оператордың ракурсымен оған шабуылда байқұстың мылжа-мылжасын шығарады. Мына жақта Адамс отбасы Nevermore қақпасына жетіп тиісті ауа райына риза болып отырады. Әрі қарай академия директоры Уимспен жолығады. Директор Wednesdayдің атына мән беріп, сәрсенбі күні туылдың ба деген сұрақ қояды. Wednesday 13 күні жұмада деп жауап береді. Біле білсек, әр айдың 13-ші жұлдызы, әрі ол жұмаға түскен күн христиан дінін ұстанатын қоғамда ең сәтсіз күн болып саналады. Осы кезде шешесі директорға қарап былай жауап береді. Это имя из моего любимого детского стишка. Дочь среды, сестра беды. Біздің тілмен айтқанда сәрсенбінің қызы қасіреттің өзі дейтін балаларға арналған тақпақтың жұмақтарын арнап қойған екен. Қалай переводым? Жақсы ма? Жақсы болса лайк басып тастаңдар, я? Содан жалпы Адамстар отбасы тек негативпен байланысты нәрселерге жақын екенін түсінуге болады. Сөйтіп осы жерде Wednesday сабағын жақсы оқыса да, 5 жылда 8 мектеп ауыстырғаны анықталады. Директор Уимс қызды аптасына 2 мәрте психолог маманға жолықтыратынын айтады. Артынша оның бөлмелес көршісімен таныстырады. Бұл Эннет Синклер есімді құбыжық қасқырға, яғни оборотенге айнала алатын оқушы. Ол Wednesdayді жылы қарсы алып құшақтайын деп тұрғанда, өзінің бойында түрлі түсті нәрселерге аллергиясы болғандықтан Wednesday одан кері шегінеді. Сол үшін директор Wednesdayге арнайы форма тігіп дайындап қойғанын айтады. Біраз уақыттан соң Эннет Wednesdayді интернат айналасымен таныстырады. Мысалы, мына отырғандар құбыжық қасқырлар. Ай толған кезде ұлып мазаңдалады. Екіншілері азу тістер, яғни вампирлер. Тағы біреулері су перісі. Олардың атаманы Бианка Баркли. Оны Nevermore'дың ханшайымы деп те атайды. Және оның бұрынғы сүйретші жігіті Ксавер Торпаны да таныстырады. Жалпы бұл мектептік орталарда да Wednesdayдің адам жейтін каннибалдығы жайлы қауесеттер кеңінен тарап кеткендіктен, әрбір жерде өсек тасушы, мысалы басынан жылан аққан Гаргон кастасында белгілеп қоямыз. Кейініректе Wednesday ата-аналарымен кездеседі. Бірінші аптада бұлар бетпе-бет жолға алмайтын болғандықтан, Мартиша оған хабарласу құралы, яғни хрустальды шарды және обсидиан бойтұмарын сыйға тартады. Обсидиан арқылы ацтек тайпалары бұрын-соңды елестерді шақырған делінеді. Мартиша қанша жерден тас жүрек болса да, қызын қимай-қимай тастап кеткеніне жаман болып көзіне жас алып қалады. Сонда Гомес оның уайымын басу мақсатында зат деп аталатын адамның тірі дене мүшесін, әрі отбасы мүшесін тастап кетеді. Осы сәттен бастап бұл Wednesdayдің көзіне түспей, оны қорғап қолғанат болып жүруге тырысады. Ал орман жаққа үңілетін болсақ, әлгі байқұс туристің қалдық денесі енді шерифтердің түрткілеуімен шұқылауы арқылы оған қылмыстық іс қозғалып жатады. Сонда шериф Nevermoreға ала көзімен қарап, туристті өлтірген Nevermore'дың құбыжықтары деген шешімге келеді.
келеді. Алайда оған дәлел таба алмайтынын түсініп, жергілікті аюларға кінәсін тағып, істі жаба салуды көздейді. Артынша жақын жердегі елді мекен тұрғындарына орманға шығып, алау жағып демалуға тыйым салады. Жатақханаға оралсақ, Уэнсдей бөлмесінің терезесін жартылай түсті қағаздардан тазартып жатады. Қыздың бұл әрекеті Энниттің ашуына тиіп, арада екі көрші бір-бірімен бақталасып қалады. Эннит көбінесе ел арасында жарқырап жайнап жүруді қалайды. Ал интроверт Уэнсдей өзінің жазушылық шеберлігімен тыныш қараңғы жерде отырғанды қалайды. Сол кезде бөлмеге ботаника пәнінің мұғалімі Мэрилин Торнхилл кіріп келіп, екеуінің жекпе-жегін паузаға қояды да, сыйластық ретінде Уэнсдейге шіріп кеткен бе, білмей тұр, қап-қара гүлді ұстатады. Онымен қоса мектеп тәртібін айтып, оны бұдан былай бұзбауын сұрайды. Ертесіне қылышпен сайыс үйірмесінде жаттығу өтіп жатады. Уэнсдейдің іші пысып, жұдырығы қышып, кімге тиісерін білмей келе жатқанда, оның бағына қарай Роуэн Ласлоу дейтін оқушы жыланқылық танытып, қарсыласы Бианкадан таяқ жеп жатады. Оған тұрып берем деген Уэнсдей Бианкамен сайысып, артынан қауіпсіздік бас сауытын шешіп, қайтадан бір-бірімен қылыш сермесіп, көңілін қандырмақшы болады. Нәтижесінде шекесінен жарақат алып, ақ қаралы денесінде қызыл дейтін үшінші түс пайда болады. Жарақатын емдеп отырып, Уэнсдей әлгі түрі Гарри Поттерге ұқсайтын, есімі Гарри Поттердің досына ұқсайтын Роуэнмен танысады. Тоқта, Гарри Поттер деген сөзді қанша рет айттым мен? Кім санады? Сосын бұл фильм Гарри Поттер сияқты 8 сериядан тұратынын айтпаппын ғой? Түсінбедім, мен Гарри Поттердің готикалық нұсқасын көріп отырмын ба? Деп арасында кішкене сандырақтап та алдым. Содан Уэнсдей сыртқа шығып келе жатқанда басына гаргулья құлап, Уэнсдей осы жерде өліп қалады. Бірақ Ксавьер Торп мені өтірік шығып қояды да, соңғы сәтте оны құтқарып үлгереді. Уэнсдей табытта жатқан өлікке ұқсап оянып, екінші мәрте мед бөлімшеге тап болады. Осы жерде Уэнсдей Бианкадан жеңілгеніне қапа болып, ең алғаш сезімін білдіре бастайды. Ал Ксавьер кішкентай кезінде бірге өскенін және тығылыспақ ойнап жүріп, табыттың ішіне тығылып, артынша Уэнсдей болмағанда сол табытпен бірге өртеніп кете жаздағанын айтып, аман алып қалу есебін теңестіріп, Уэнсдеймен санасып отырады. Түнде Уэнсдей роман жазып отырғанда, оны тығылып аңдып жүрген затты көріп қояды. Зат оны байқап бірден қашпақ болады. Бірақ қыз оны ұстап алып, суырмадан шыға алмайтындай етіп қамап қоямын, не болмаса маған бұл жерден қашуға көмектесесің деп затқа өз шартын қояды. Ертесіне директор қызды Джерика дейтін қалашықта орналасқан қалпына келтіру орталығына апарады. Бұл жақта Валерий Кинбот атты психиатрмен таныс боламыз. Валерий пациентінің ішкі дүниесіне ене бастағанда, Уэнсдей қазір туалетке барып келем деп, сол кеткеннен мол кетіп, құбырдың шаңын сүрту арқылы көшеге қашып шығады. Жолда алмалып бара жатқан тасымалдаушымен соқтығысып, оның болашақта жол апатынан өлетіні қыздың көзіне елестейді. Сөйтіп кейіпкер тығылып келіп, кофе қайнатқыш аппаратын жөндей алмай тұрған әлгі шерифтің баласы Тайлерге тап болады. Уэнсдей шұқылап жатып, әйтеуір аппаратты жөндеп береді. Есесіне Джерикодан табан жалтыратуға көлік тауып беруін сұрап, қалтасындағы кір қағаздың екеуін шығарып, оның көмегін қаржылай қолдағысы келеді. Сонда Тайлер, қоя бер, саған былай-ақ көмектесемін, бірақ мен қазір жұмыстан шыға алмаймын, сәл күте тұр дегенге келтіреді. Сол уақытта психиатр далаға шығып, директорға Уэнсдейді жоғалтып алғанын хабарлайды. Ал Уэнсдей өзінің қашып кететін алтын уақытын күтіп отырады. Бір кезде Пилигрим әлемінде жұмыс істейтін бұзақылар қызға тиісе бастайды. Уэнсдей Фестер көкесі үйреткен кунг-фу соққыларымен үшеуін тынышталдырады. Дәл осы уақытта шериф Галпин үстілерінен түсіп баласына ұрсады. Оған қоса директор да иттің тұмсығын тағып алғандай Уэнсдейді іздеп осы жерді тауып келеді. Директор қыздың тегін айтып Адамс деген сөзді аузына ала бергенде, шериф Уэнсдейге қарап, бұрын соңды сенің әкең адам өлтірген үшін түрмеде отыруы тиіс дейтін сөздерден үрлеп, әкесіне қарап қызын ал дегендей ақылын баласына ымдап түсіндіреді. Жолда директор да қызға ақылын айтып, дұшпанның құйрығын түртіп бәлездегенше дос жаранға жақын болмайсың ба дейтін ойдан шыққан өсиетін қосады. Сөйтіп дәл алдарынан жол апаты көрінісі орын алып жатқанын байқайды. Бұл әлгі Уэнсдейдің алма тасымалдаушы адамның тағдыры осы жерге келіп тәмамдалған көріпкелдігі болатын. Уэнсдей оның қалай өлгенін айтқанда, алыстан қалай көріп тұрсың дейтін сұрақ директорды мазалап, Уимс қызға ай осыны сен өлтірдің ау деген күдіктенген көзімен қарайды. Түнге қарай Уэнсдей балконға шығып, виолончель аспабын қолына алып, жан тәнімен композиция орындап отырады. Тайлер Гомес Адамстың ісі сақталатын құжаттарды тауып алады. Шериф өз бөлмесінде кісі өлімі болған жерлердегі ақпараттарды талдап байланыстырып отырады. Роуэн телекинетикалық күшімен мақтанып, көздеген кітабын қолына алып, ішінен өзіне керек бетін жыртып алады. Суретші Ксавьер сурет салып жатады. Мэрилин шыбын жұтын шұбалшаңмен қоректендіріп отырады. Директор әуенге сүйсініп құлағын түрумен болады. Әуен біте салып, Уэнсдейдің қасына Эннит жайғасады. Уэнсдей Эннитті затпен таныстырып болған соң, екеуі жанға жайлы әңгімелесе бастайды. Эннит ликандар тайпасынан болса да, толыққанды қасқырға айнала алмай, жақын арада жиыннан қуылып жалғыздықтан өлетін зарын айтады. Ал Уэнсдей иттің орнына скорпион бағып, оны қыдыртып жүргенде, бір топ велосипедшілер шаянды қағып өлтіріп қойғанына қайғырып, соңғы рет соны жерлеп отырып жылағанын еске түсіреді. Содан кейін Уэнсдейдің бойынан ешқандай эмоцияның белгілері байқалмағандығы анықталады. Әңгіменің соңында Уэнсдей Энниттің компьютерін сұрап алып, затты Тайлердің үйіне аттандырады. Тайлер оның алақанынан Уэнсдейдің тарапынан маған мына номерге қоңырау шал деген хатты оқиды. Тайлер дереу оған қоңырау шалып, Уэнсдеймен сөйлеседі және екеуі кездесетін жерін белгілеп алады. Аталмыш саябаққа
жаққа келгенде Уэнсдей көз алмай қарап отырған директордың бақылауында екенін түсінеді. Сол себепті нысанадағы бүкіл шарды жарып панда ұтып алады да, сол панданы директордың көзін алдау мақсатында пайдаланады. Мынан бойын қырызындыршы. Не айтып кетме. Содан Уэнсдей жоспар бойынша белгіленгендей фейерверктер іске қосылған сәтте Тайлермен кездесіп, әкесі туралы іс құжаттарды қолына түсіреді. Артынша қашып бара жатқан жерінен әлгі үш бұзақы пилигрим алдарынан шығып, кейіпкерлердің бағытын өзгертіп жібереді. Сонда Уэнсдей байқаусызда Гарри Поттер Роуэнге соқтығысып, оның ажалын алдын ала көріп қояды да, оны құтқарып қалу мақсатымен соның артынан орман аралап жүгіріп кетеді. Сөйтіп Роуэн өз күшін пайдаланып, қызды өлтірмек әрекетіне көшеді. Естеріңде болса, бағана Уэнсдейдің үстіне Гаргулияны құлатып өлтірмек болған адам Роуэн болып шықты. Оны өзі мойындап, кітаптан жыртып алған суретін көрсетіп, шешесінің айтуы бойынша Неверморға нағыз қауіп төндіруші қасірет ол Уэнсдей екенін түсініп, қыздан құтылғысы келетінін білдіреді. Сонымен қоса жыртып алған қағаздағы суретті көрсетеді. Сөйтіп тұрғанда кейіпкердің соңғы сәтінде аман қалу заңдылығы жетіп келіп, бір түсініксіз құбыжық Роуэнді тырнақтарымен осып өлтіріп тастайды. Кейін Уэнсдей жатақхана бөлмесіне келіп, әкесінің қылмыстық іс құжатын ақтарып отырады. Сол сәтте қыздың әке-шешесі хрустальды шар арқылы байланысқа шығып, Уэнсдейдің жағдайын сұрайды. Уэнсдей әкесінің қылмыскер екенін және оны не үшін құбыжық құтқарып қалғанын ашып алғысы келіп, әрі қарай қызықтардан құр қалмай, ойы өзгеріп Неверморда қалатын болып шешті. Келесі серияларында Невермор біз білмейтін қандай құпияларды сақтайтыны жайлы алдағы видеоларда бірге отырып тамашалайтын боламыз. Жіберіп алмаңдар.